Шығыс Қазақстанда көпбалалы отбасылардың тұрғын үй жағдайын жақсарту қарқынды жүзеге асырылуда. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз конференциясы барысында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов атап өтті. Өңір басшысының айтуынша, өткен жылдың басында баспана алу кезегінде 906 отбасы тұрды. Оның ішінде бүгінгі таңда ауылда тұратын 563 отбасы баспаналы болды. Ағымдағы жылдың соңына дейін өңірде 1038 көпбалалы отбасы қоныс тойын тойлайтын болады. Кезекте тұрғандардың саны жыл сайын артып келеді. 2017 жылдан бастап баспана алу кезегі 4 есеге өсті. Көпбалалы отбасылардың тұрғын үй алу кезегін 2022 жылға дейін жоюды жоспарлап отырмыз, деді Даниал Ахметов. Жалпы халықтың барлық топтарын сапалы және қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жалпы көлемі 588 мың шаршы метр, 122 көп пәтерлі және 217 бір қабатты үйлердің құрылысы жүргізілуде. Жыл қорытындысы бойынша 74 көп пәтерлі және 204 бір қабатты үйлерді тапсыру жоспарланған. Бұл 519 мың шаршы метр тұрғын үй немесе 4900 пәтер деген сөз. Жалпы тұрғын үй құрылысына 2019 жылмен салыстырғанда 1,5 есе өсіммен 30 миллиард теңге инвестиция тартылды.